сарбаздардың жататын үй-жай бөлмесі. бөлмесі, иә. Бұл айтқанда бұл сіздің екінші үйлеріңіз болып есептеледі ғой. Иә. Жақсы. Жақсы, ары қарай жүрейік. Енді бұл жатын орынды барлық ата-аналар біледі. Енді мына бұрышта мен байқадым, үлкен кондиционер тұр. Иә, бұл жасайды ма? Жұмыс жасайды, иә. Жазғы уақытта мына казарма үй-жай қатты ыстық болмас үшін осыны қосып қоямыз. Сарбаздардың комфортты үй-жайда өмір сүруіне. Бейнебақылау. Бейнебақылау бұл біздің сарбаздарымыздың қауіпсіздігі үшін қамтамасыз етілген және рота бойынша жауаптылардың, рота бойынша кезекшілердің жұмысын жеңілдету үшін, қадағалау үшін қосымша. Бұл әскери борышын өтеп жүрген сарбаздардың бұл айтқанда қауіпсіздігін қамтамасыз қосымша. Сіздер барсыздар, оған қоса камера бар, да? Жақсы. Қазір ойлап болмаңыздар, бұл неге қосылмай тұр? Бұл себебі бізде Ақтөбе қаласында қыс мезгілі. Көрдіңіздер? Бұдан басқа сарбаздарға спорттық бұрышын байқап тұрмын. Сейсенбі және бейсенбі күндер бізде спорттық жұмыстар болады. Кешкі уақытта сол кезде сарбаздарымыз өздері қастарында взвод сержанттар, взвод командирлері болады. Солармен бірге кеп өздері дайындалуға болады. Біз мысалы осы аптада сарбаздармен арнайы спорт залда волейбол жарысын ұйымдастыруды жоспарлап отырмыз. Жақсы, спорттық шара жақсы дамыған. Жаңа сіз кезекшілік деп айттыңыз, міне біздің бұл кезекшілік кестесі дейді, наряд парағы дейді. Бұл жерде сарбаздардың жеке құрамы жазылған ба? Иә, бұл біздің осы мерзімді әскери қызметшілердің кезекшілік кестесі болып есептеледі. Бұл жерде сарбаздардың бәрі равномерный дейді ғой, бәрі. Солай бәріне әділдікпен әр кезекшілік. Иә. Бұны кім жасайды? Бұны талқылайды бізде рота старшинасы. Сіз бекітесіз, иә? Иә, рота старшинасы жасайды, мен бекітемін. Барлық негізі дұрыс распределение болыпты.